Шағын ғана ауылдың шетіндегі еңселі үйде кеш бата тыныштық орнайтын. Сырт көзге бұл үлкен шаңырақ өте тату, берекелі отбасы болып көрінетін. Төрінде сөзі салмақты атасы мен әулеттің ұйытқысы болған енесі. Үлкен келіні Салтанат пен кенже бала қайнынысы Данияр. Бәрі-бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүріп жатқанда еді. Ал Салтанаттың күйеуі үйдегі үлкен ұл жұмыс бабымен айлап сыртта қалада жүретін. Салтанат бұл үйге келін болып түскенде болашағын мүлде басқаша елестеткен. Бірақ ошақ отын өшірмей, үлкендердің бабын тауып жүргенімен жүрегінде үлкен бір жалғыздық пен бостық бар еді. Күйеуінің айлап үйде болмауы, арадағы суықтық оның жанын жегендей болды. Ол бір тамыздың ыстық кеші еді. Атасы мен енесі көрші ауылдағы ағайынның тойына кетіп, үйде тек Салтанат пен қайнынысы Данияр қалған. Данияр ағасына қарағанда мінезі ашық, ақкөңіл, жеңгесіне әрдайым қолғабыс етіп жүретін жігіт болатын. Ауладағы моншаны жағып, ыстық бумен шайынғаннан кейін Салтанат моншаның кіреберіс бөлмесінде шашын кептіріп отырған еді. Салқын су алуға моншаға кірген Данияр жеңгесін көріп бір сәт кібіртіп қалды. Монша ішіндегі ыстық бу мен бұлыңғыр жарық екеуінің де санасын тұмандырғандай болды. Екеуінің арасындағы жылдар бойы жиналған ішкі жалғыздық, байқаусызда айтылған жанашыр сөздер мен бір сәтте әлсіздік бәрін өзгертіп жіберді. Ол түні монша ішінде өкпеніш пен күнәнің, нәпсі мен шарасыздықтың ауыр шекарасы бұзылды. Арада апталар өтті. Ол оқиғаны екеуі де ұмытуға, мүлде болмағандай кейіп танытуға тырысты. Данияр жеңгесінің жүзіне тіке қарай алмай көзін тайдыратын. Алайда шындықты жасыру мүмкін емес еді. 2 айдан кейін Салтанат өзінің жүкті екенін білді. Бұл хабар оның төбесінен жай түсіргендей болды. Тестегі 2 сыздықшаға қарап отырып, жүрегі тоқтап қала жаздады. Бұл қуаныш емес, сұмдық трагедия болды. Баланың әкесі айлап үйде болмаған күйеуі емес, бір шаңырақта бірге тұрып жатқан қайнынысы Данияр болатын. Салтанат бөлмесінде тығылып үнсіз жылайтын. Ішіндегі қорқыныш пен өкініш кеудесін сығымдап бара жатты. Енді не істеймін? Ата-енеме, күйеуіме не деймін? Мұндай масқараны бұл әулет қалай көтереді? Өз өмірімді де бәрінің өмірінде тас-талқан еттім-ау. Мәселені одан бетер күрделенгені бұл үйде ештеңені жасыру мүмкін емес еді. Салтанат бұл шаңырақтан кетейін десе барар жері, басар тауы жоқ. Кетер болса, бұл сырдың беті ашылып, соңы үлкен сұмдыққа айналарын түсінді. Ал қала берсе, күн сайын Даниярды көріп, ата-енесінің қуанышты жүзіне қарап, өтірік күлу, іштегі ауыр күнәнің салмағын жалғыз арқалау еді. Данияр да бұл хабарды естігенде есеңгіреп қалды. Үйдің артындағы бақшаға екеуі анда-санда барып перілісіп алатын. Екеуі сыбырласып сөйлескенде жігіттің жанарынан тек қорқыныш пен өкініш көрінетін. Ол да бұл үйден қашып кете алмайды. Ағасының беделін, ата-анасының абыройын жерге қарата алмайды. Салтанат ішін ұстап терезеге қарап отыратын. Сыртта атасы мен енесі кешкі шайын ішіп, болашақ немерелері туралы армандап отыр. Ал келіншектің жүрегінде тек бір сұрақ қана жаңғырықтап жатты. Бұл құпияны мүлде айтпай өмір бойы іштегі өртпен өмір сүру керек пе, әлде бәрін ашып айтып бұл үйде мәңгіге кету керек пе? Сіздер қалай ойлайсыздар? Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.